Ішкі істер министрлігі қоғамда заң мен тәртіпті қамтамасыз етуді жалғастыруда. Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлінісі Солтүстік Қазақстан облысының 47 жастағы тұрғынын ұстады. Ол өзінің үйінің жанында қарасора өсірумен айналысқан. Кейін оны таратуды көздеген. Қарасора тұқымын интернет арқылы сатып алып, курьерлік қызмет арқылы өзіне жеткізген. Ал төлемді өзінің банк картасынан жасаған. Тінту барысында қарасора сатуға дайын өнім, сондай-ақ құрамында есірткі бар өсімдіктерді өсіруге арналған жабдық тәркіленді. Сараптамалар тағайындалды. Жыл басынан бері 250 килограммнан астам есірткі, оның ішінде 24 килограммнан астам гашиш, 190 килограмм марихуана, 12 килограммнан астам синтетика тәркіленді. Биыл 8 есірткі зертханасы жойылды. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда.